Ай мен күн туралы аңыз. Ертеде аспанда ай мен күн деген екі дос өмір сүріпті. Екеуі де жарық шашып, жер бетінде нұр төгіп жүреді екен. Күн күндіз көкте жарқыраса, ай түнде аспанды нұрландырады екен. Бір күні ай мен күн: біз екеуміз де бірге аспанда жарқырап тұрсақ қалай болар екен, деп шешеді. Сөйтіп, бір кеште екеуі де аспанға қатар шығады. Бірақ адамдар мен жануарлар шатасып, түн мен күндізді ажырата алмай қалады. Гүлдер жабылмай, түнде де ашық тұрып қалады. Тауықтар таң атпай шақырып, адамдар ұйқыларын қандыра алмайды. Сонда жаратушы иесі екеуіне былай дейді: «Ей, ай мен күн, екеуің бір-біріңді қатты жақсы көресіңдер, бірақ әр қайсысының өз уақытың бар. Күн адамдарға жарық сыйлап, оларды оятады, ал ай түн тыныштығын сақтап, ұйқы мен тынығуды қамтамасыз етеді», дейді. Содан бері ай мен күн өз кезектерімен аспанға шығып, бір-бірін сағынып күтіп жүреді. Туралы аңыз.